Баршаңызға ассаламу алейкум, алтындарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін өзімнің балаларымның сүйікті дәмді печеньясын әзірледім. Міндетті түрде сіздермен бөлісіп отырмын, жасап көріңіздер. Қарапайым ғана, бірақ өте дәмді, үгітіліп тұрады. Қонақтар келсе де ұялмай дастарханға қойсаңыздар болады. Қонақтарға да ұнайды деген ойдамын. Ең оңай әрі дәмді печеньялардың бірі. Ол үшін сары май, ұн, қаймақ, жұмыртқа, сонымен қатар разрыхитель, ванилин қажет болады. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Өткізгеннен кейін сары майымызды салып, жақсылап қолымызбен мұжғылап отырып, крошка дайындап аламыз. Қаймақ бізде кез келген қаймақты қолдана берсеңіздер болады. Пайызы аса маңызды емес. Мендегі 20% қаймақ. Ванилин жоқ болса, орнына қоспай қойсаңыздар да болады. Қаймақтың орнына айран қолдансаңыздар да болады. Осылай жұмыртқамен яғни сметанамызды жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін ванилинді, разрыхительді крошкамызға салып, араластырып жіберіп, үстіне қаймағымызды құятын боламыз. Қажетті құрамның бәрін описанияға жазып қоямын, сол жерден қарап жасап көріңіздер. Осылай қаймағымызды жақсылап құйып аламыз. Сіздер мен сияқты сыртына дейін ағызып құймаңыздар. Енді әдемілеп тұрып қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайды, біркелкі қамыр болып шығады. Бұл қамырды 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Енді начинкасына бұл жерде мейіз, қант, ұн, сары май, жаңа посыпка дайындап алып, мейізді салып жібереміз. Екінші начинкаға қант пен грецкий орехты қолдандым, яғни миксерлеп үгітіп алдым да, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Начинкаларды да төменге жазып қоямын, сол жерден қарап көріңіздер, достар. Екі түрде жасаймын. Сіздер кез келген бір түрін таңдап жасасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз начинкаларымызды да. Бұл жерде 100 грамм қант, 100 грамм ұн, 50 грамм сары май араластырып крошка дайындап аламыз да, үстіне мейізімізді саламыз. Енді бізде нанымызды, яғни қамырымызды екіге бөлеміз. Осылай екіге теңдей етіп бөліп аламыз да, топ-томалақ етіп қойып қоятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайды. Осы сәттен бастап духовкаларыңызды 170 градуста жылыта берсеңіздер болады, яғни ысыта беріңіздер. Қамырымызды 4 бұрыштылау етіп жаюға тырысамыз осылай. Аз-аздан ғана ұн сеуіп отырсаңыздар болады. Достар, менің видеоларым ұнап жатса, қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Жақындарыңызға, туыстарыңызға таратып, видеома көмектесіп жіберсеңіздер. Колокольчик батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар мінекей бірінші начинкамызды салдық. Енді жақсылап орайтын боламыз. Қатты тығыз қылып орамаймыз, бос күйінде орап аламыз. Орап алдық. Енді осындай ирелек пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Бірнеше бөлшектерге осылай бөліп аламыз. Жай пышақпен кессеңіздер де болады. Екінші начинкамызды да салып, бұны да жаңағыдай рулет сияқты бос қылып орап аламыз.
достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын, сатылымға да шығарсаңыздар болады. Осылай мен сияқты осындай формасына салып, сатып жіберсеңіздер де болады. Өте дәмді печенье, ас болсын, жасап көріңіздер.